Штада компаниясы ұсынған гексикон қынаптық суппозитория антисептикалық және микробқа қарсы инфекцияның алдын алады. Гексиконның құрамында белсенді зат хлоргексидин 16 мг, ал қалғандары макрогол қоспасы болып табылады. Гексиконды ашқаннан кейін бөлме температурасында, яғни 25 градустан аспайтын жерде сақтауға болады. Гексиконды жыныстық жолмен берілетін хламидиоз, уреаплазмоз, трихомониаз, генитальды герпес және тағы да басқа инфекциялардың профилактикасы үшін жыныстық қатынастан кейін 2 сағаттан кешіктірмей қолдану керек. Акушерлік гинекологияда инфекциялық қабыну асқынуларының профилактикасы үшін гинекологиялық ауруларды операциялық емдеудің алдында, босанудың және жасанды түсіктің алдында, жатыр-ішілік спиральді қойғанға дейін және кейін гексикон суппозиторин қолданады. Бактериялық вагинозды кальпиттерді, оның ішінде спецификалық емес аралас трихомонадты, жатыр мойыны эрозиясын, вульва қышынуын емдеу үшін, оның ішінде жүктілік және лактация кезінде қолдануға болады. Қалай қолданамын? Бір суппозиторийді күніне 2 рет таңертең және кешке енгізу арқылы қолданасыз. Емдеу уақыты 7-10 күн аралығы.